Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздерге топқа бөлудің ерекше бір әдісін көрсетемін. Бұл асық ойыны арқылы оқушыларды топқа бөлу. Жалпы шаблонда мына жерде асықты мынаны басқан арқылы, басу арқылы асық айналып түседі және қайсысы түседі. Мысалы, алшы, тәйке, бүкшік, соған байланысты топқа бөліп отырамыз. Енді осыны ашып көрсетейін сначала деп. Бұлай ашылады. Енді бұны біз ашқаннан кейін лақтыру дегенге мысалы оқушылар келіп басады. Мысалы, мынау түсте тәйке түсті, тәйке екінші топқа барады. Келесі оқушы алшы, ол бірінші топқа барады. Келесі бізде бүк түсті, үшінші топ. Одан кейін шық, төртінші топ. Алшы бірінші топ. Осындай. Бүк үшінші топ. Яғни мынаны басып отырамыз. Енді мен қазір түсіндіріп өтейін. Мысалы, бұл PowerPoint-та жасалған интерактив тақтаға қосамыз. Қосқан кезде оқушылар өздері шығып басады, лақтыруға басады. Мысалы, қайсы түсетінін білмейді ғой, қызықты болады да, сонымен қызықты бұл. Яғни, мысалы, алшы түсетін болса, бірінші топ, тәйке түсетін болса, екінші топқа барады деген сияқты, бүк түссе, үшінші топқа барады деген сияқты, сөйтіп оқушылар бөлінеді. Енді бұл жерде қанша рет шығады десеңіздер, мына жерде 36 нені қойғам, 36 рет асықты лақтыруға болады. Яғни 36 оқушыға дейін сізде мысалы 20 оқушы болсын, 10 оқушы болсын, бөле бересіздер. В общем, 4 топқа бөлінеді. Мынау ретімен қойылған, яғни төртеуі айналып шығатындай етіп құрастырылған. Одан кейін мына жерде 4 топқа, бұл ойында одан кейін 3 топқа да бөлуге болады. Оқушылар 3 топқа бөлгіңіз келсе, мынау бүк пен шық түсетін болса, 3-ші топ болады деген сөз. Ал алшы мен тәйке түссе, ол яғни бірінші, екінші топтар. Одан кейін 2 топқа бөлетін болсақ, ол кезде алшы және бүк түсетін болса, ол бірінші топ болады. Тәйке және шық түссе, ол екінші топ болады. Енді бәрінің өзінің дауысы бар мына жерде фонындағы. Бұны да өзгертуге болады, алып тастауға болады. Ол жағы өз қалауларыңыз. Енді бәрі істейді, мен соны ашып көрсетейін. Мысалы, мынау 2 топтығын ашамыз. Осындай шығып тұрады. Лақтыруға басады. Міне істеп тұр бәрі. Яғни интерактив тақтада оқушылар шығып басады, жаңа айтқанымдай. Болмаса, мысалы, проектор болса, ноутбуктан басады. В общем, оқушылардың өздері шығып, тез-тез болады. Бұл көп уақыт алмайды. Осылай тез-тез топқа бөлінеді. Яғни қайсысы не түссе, соған қарай бөлінеді. Бұл деген сөз, яғни ұлттық құндылықтағы біздің ұлттық ойынның түрі асық ойыны, яғни асықты балдар мысалы білу керек, қандай түссе қандай атауларын білу керек, мысалы алшы, тәйке, бүк, шік деген сияқты. Яғни бұл осындай әдіс арқылы кез келген, мысалы ашық сабағыңызды болсын, іс-шараны болсын, осылай оқушыларды топқа бөлуге болады. Осы әдіс керек болса, маған өтіп комментарий арқылы жазыңыздар, сол жерде толығырақ айтатын боламын. Назарларыңызға рахмет.